Бүгін бізде гранола. Әдемі завтрак гранола деген завтракта жейтін, соны көрсеткім келіп жатыр. Мына хлопья овсянка. Мында хлопья. И орех 3 вида. Үйде не бар, соны салуға болады. Тек оны и мед. Сәттілік. Овсянканы салып жатырмын. Енді 200 грамм, я? Соған міне 2 қасық. Екі қасық. Тоже 2 қасық. Осының бәріне мед салып. Араластырамыз. Медпен араластырдық. Әдемілеп. Осыны пешке 2 рет 5 минуттан 170-180. Қарайсыңдар ғой енді. Салат сарғыш қызылғанды ала беріңіздер. Қызартып жіберсеңдер горщ болып кетеді. Көріп ащы татып ше. Оған соң екінші салған. Міне жақсылап араластырдық. 2 рет или 3 рет пешке саламыз. Пештеріңіздің температурасына байланысты. Күйдірмей сары болғанда уже 1 рет 3 минут айналдырып араластырып, тағы да 3 минут араластырып, соңғы 3 минутында изюм саламыз. Изюммен 3 минут ұстаймыз да шығара қоямыз. Жарай ма? Міне, мен қойып жатырмын бірінші. Осылай 3 минут, если слабый болса 5 минутқа можно. Соңында 1 минут қалғанда, 2 минут қалғанда изюмді қосамыз. Міне, изюмін салдым. Соңғы 3-ші минут жабайын деп аттым духовкада. Араластырып. Изюмнен кейін соңға, содан кейін ала қоямыз. Стаканына салып жатырмын. Білесіздер қалай салсаңыздар, бірақ та осылай әдемілеп салып беруге болады. Таңғы ас. Бүйос. Екінші слой. Екінші рет саламыз тағы осылай. Ана граноламыз. 3 минуттан пісірген. Бүйос. Қалауларыңызға қарай. Бүйос жақсы көретіндер көптеу құюға болады жетпей. Оформляем. Өте керемет дәмді. Бұны жасап жейміз. Өзімізде. Сұрғанда канал Мукбанк. Я сейчас пробую. Көріңіздер жасап. Көріңіздер. Жай ғана хлопьядан. Әдемі. Әдемілігі әдемі. Маған ас болсын, сіздерге де ас болсын.